Қазақтың ұлттық әуендері Брюссель аспанына әуелетті. Шаңырақ фест Брюссель деп аталатын фестиваль аясында Бельгиядағы қазақстандықтар мен шетелдіктер еліміздің Брюссельдегі елшілігінде ұлттық билерді билеп флешмоб ұйымдастырды. Отандастарымызбен бірге еуропалық институттар мен іскерлік топ өкілдері, дипломатиялық корпус мүшелері мен Димаштың Бельгиядағы жанкүйерлері қатысты. 200-ден астам атам Қарашорға мен қазақпын бір бала әндерін қосыла шырқап, мың бұрала биледі. Сондай елшіліктің аумағында орнатылған киіз үйдің жанында шаңырақтың бейнесін сомдап Қазақстан халқына сәлем жолдады. Шетелдік меймандар мәдени дипломатия ұлттар мен елдер арасын біріктіретін алтын көпір деседі. Мен Қазақстанды қатты жақсы көремін. Сайын даласы, музыкасы, музыкалық аспаптары бәрі ғажап. Мәдени мұраны сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырғандарыңызға тәнтімін. Бүгін киіз үйді өз көзіммен бірінші рет көріп, шараға қатысып, қуанып тұрмын.